Оқиға орны орман іші өзен жиегі. Кейіпкерлер: Бақа алаш, ақылды, байсалды бақа. Бақа балтакөз, әзілқой, шапшаң, бірақ бейқам. Айым табиғатты сүйетін, бірақ айналаның проблемасынан енді түсіп жатқан қыз бала. Қоян аққұлақ, қорқақтау, бірақ шындықты айтудан тартынбайтын батыр жүректі қоян. Алаш пен балтакөз шағын көшіктің жиегінде отыр. Айнала қоқысқа толы, пластик бөтелкелер, қағаздар шашылып жатыр. Бұл не болып барады өзі балтакөз? Уақ-уақ. Бұрын бұл жерде лалаугүлдер жайқалатын, суы тұнық болатын. Білмеймін Алаш, мына бөтелке азы адамзаттың екені анық. Уақ-уақ. Жерге тастап кеткен. Бізге бірдеңе істеу керек. Бұл орман біздің үйіміз. Уақ-уақ. Үйді ешкім бұлай ластамайды. Қоян аққұлақ қорқақтап жақындайды. Менің інімнің алдында қоқыс толып қалыпты. Енді кіре алмай жатырмын. Уақ-уақ. Жетер енді, адамдарға бір сабақ беру керек. Уақ-уақ. Айым қаладан келіп орманның тыныштығын тамашалап жүр. Қолында пакеттер мен тәттілер бар, жерге қоқыс тастап кетіп барады. Мына қызға көзін ашатындай етіп сөйлесу керек. Уақ-уақ. Бірақ қорқытпай. Сөйлесейін, мен дайынмын. Кейіпкерлер қыздың алдына шығады. Тоқтал. Оу, сендер сөйлейсіңдер ме? Я, сөйлейміз. Уақ-уақ. Бірақ сен тыңдайсың ба? Әрине, не болып қалды? Сені тастаған қоқыстарын біздің үйімізді улап жатыр. Уақ-уақ. Бізде тіршілік иесіміз. Біздің де тыныс алуымыз керек. Тамақ табуымыз да осы орманға байланысты. Уақ-уақ. Біздің үйіміз, сендер ластап жатсыңдар. Мен кешіріңдер, бұлай болатынын білмеппін. Барлығын жинап ендігәрі ешқашан тастамаймын. Айым қоқысты жинауға кіріседі. Бақалар мен қоян да көмектеседі. Бірнеше минут ішінде сахна тап-таза болады. Оның басқа бөліктерін тазалау үшін мен сыныптастарымды да алып келейін. Орман сендер үшін ғана емес, біз үшін де маңызды. Біз бірге сақтайық.